Балқаш қаласы білім бөлімінің Сәкен Сейфуллин атындағы нөмір 7 мектеп гимназиясы коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Пән информатика, сынып 7-ші, пән мұғалімі Алина Бақытжан Саятовна. Жаңа сабақты бастамас бұрын өткен сабақты еске түсірейік. Ол үшін WordWall.net платформасында дайындалған тапсырмаларға назар аударайық. Тармақталған алгоритм дегеніміз не? Я, балалар, Б жауабы алгоритм қадамдарын тізбектеле орындалуы қандай да бір шартқа тәуелді өзгеретін алгоритм дұрыс. Тармақталған алгоритмнің қанша формалары бар? Дұрыс, балалар. Қысқа және толық деген екі формасы бар. If операторының аудармасы. Әрине, балалар, С жауабы егер болады. Python программалау тілінде тең емес таңба қалай белгіленеді? Я, балалар, леп белгісі тең. Суреттегі есептің шешімін тап. Суретте балалар А айнымалысы 5-ке тең. Оны А кіші 10-нан деген шартқа қойсақ, Аның орнына 5-ті қойсақ, шарт орындалып тұр, яғни қанағаттандырылып тұр. Сондықтан экранға А қосу 2, яғни Аның орнына 5-ті қойғанда 7 деген сан шығады. Жарайсыңдар, балалар. Жаңа сабақты бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы кірістірілген шарттарды программалау. Оқу мақсаты Python программалау тіліндегі кірістірілген шарттарды қолдану. Бүгінгі сабаққа қатысты термин сөздерді 3 тілде дәптерге жазып алыңдар. Бірінші термин сөз. Кірістірілген шарттар, условия встроенные, вложенные. Built-in conditions. Built-in conditions. Екінші сөз. Құрылымы, конструкция, structure. Structure. Бейнесабақты тоқтатып, дәптерлеріне жазып алыңдар. Шарттармен жұмыс істеу барысында екіден көп тармақтардан тұратын шарттармен жұмыс істеуге тура келеді. Мұндай шарттарды орындау үшін бірнеше шарт тексеру операторы қажет. Шарт тексеру операторының құрамында екінші шарт тексеру операторы қолданса, онда мұндай шарт тексеру кірістірілген шарт тексеру деп аталады. Кірістірілген шарттың блок сызбасы төменде берілген. Кірістірілген шарттарды қолданудың 3 негізгі нұсқасын қарастырайық. Бірінші нұсқаның жазылу құрылымы. If бірінші шарт қос нүкте, бірінші командалар блогы кетеді. Одан кейін else қос нүкте, if екінші шарт қос нүкте, екінші командалар блогы. Else қос нүкте, үшінші командалар блогы кетеді. Енді берілген нұсқаға байланысты мысалды практикалық тұрғыда қарастырайық. Кірістірілген шарттарды қолданудың бірінші нұсқасына берілген мысалды практикалық тұрғыда қарастырайық. Ол үшін онлайн питонды ашып, келесі кодты теріп жазайық. А айнымалысы берілген мысал бойынша, ол int, яғни бүтін сан болу керек, және input пернетақтадан енгізіледі. Егер енгізілген санымыз 0-ден үлкен болса, нәтижесінде 1 шығару керек. Әйтпесе, егер енгізілген санымыз 0-ге тең болса, нәтижесінде 0 саны шығу керек. Егер екі шартта да орындалмаса, яғни енгізілген санымыз не оң сан, не 0-ге тең болмаса, онда ол теріс сан болғандықтан -1-ді шығарады.
Программа кодын run батырмасын басып, тексерейік. Ең алдымен оң санды енгізейін. 1-ді шығарды. Теріс сан енгізейін. Мысалы, -1, -1-ді шығарды. 0-ді енгізсем, 0-ді шығарды. Мысалдың шартынан А 0-ден үлкен және А 0-ден кіші шарттары туындайды. Бірақ мысалда 0-ге тең болатын жағдайды да қарастырылған. Сондықтан қолданылатын шарттар саны 2 емес, 3 болады. 2 шарттан артық туындаған жағдайда кірістірілген шарттарды қолданамыз. Кірістірілген шарттарды қолданудың екінші нұсқасына назар аударайық. Екінші нұсқаның жазылу құрылымы. If бірінші шарт қос нүкте, if екінші шарт қос нүкте. Бірінші командалар блогы орындалады. Else қос нүкте екінші командалар блогы орындалады. Else қос нүкте үшінші командалар блогы орындалады. Кірістірілген шарттарды қолданудың екінші нұсқасына берілген мысалдың онлайн питонда орындалуына назар аударайық. 2А және Б сандары берілген, екеуі де бүтін, екеуі де пернетақтадан енгізіледі. Егер А санының мәні 0-ден үлкен болса, және егер екеуінің айырымы 0-ден үлкен болса, онда нәтижесінде екеуінің айырымын шығару керек. Әйтпесе, екі санның қосындысын шығарамыз. Ал егер А мәні 0-ден кем болса, онда экранға оның квадратын шығарамыз. Тексеріп көрейік. Run батырмасын басамыз. Ең алдымен А-ның мәнін енгіземіз. 9 болсын. Және Б-ның мәні 3 болсын. Нәтижесінде 6 шығады. Себебі 9 0-ден үлкен. Және екеуінің айырмасы, яғни 9-дан 3-ті азайтсақ 3 шығады, ол да 0-ден үлкен. Сондықтан екеуінің айырымының нәтижесі шығып тұр. Ал егер А-ның орнынан теріс таңбалы сан енгізсем, онда 9 шығады. Себебі -3 ол 0-ден үлкен емес, және -3 азайтылған 5 бізге -8-ді береді, ол да үлкен емес 0-ден. Сондықтан бұл шарт орындалмайды, яғни екі санның айырымы мен екі санның қосындысы орындалмайды. Сондықтан А-ның квадраты, яғни -3-тің квадраты шығады. Нәтижесінде 9 шығып тұр. А саны 3 болса, Б саны 6 болсын, бізге 9 берді. Себебі екеуі қосылды. Не себепті? А санында біз 3-ті енгіздік, 3 0-ден үлкен. Екеуінің айырымы 3 азайтылған 6 -3-ті береді. Ол шарт дұрыс емес, сондықтан else дегеннен кейінгі шарт орындалып тұр. Яғни екеуінің қосындысын беріп тұр. Ендігі кезең сабақты бекіту. Сабақты бекіту тапсырмасы Quizzes.com платформасында берілген тест тапсырмасына жауап берейік. Бірінші сұрақ кірістірілген тармақталудың блок сызбасы. Я оқушылар. Бірінші сурет дұрыс. Келесі сұраққа көшейік. Программаны орындау барысында қандай нәтиже алынады? Енгізу деректері x тең -100. Егер x 0-ден үлкен болса, x-тің өзін шығару керек. Әйтпесе, -2 шығарамыз. Я оқушылар 100 шығады. Себебі -100 бен -2-ні орнына қойылған кезде 2 минус плюсті береді. Программаны орындау барысында қандай нәтиже алынады? Енгізу деректері А 2-ге тең. Егер 2 0-ден үлкен болса, 2-ден 10-ды азайтамыз. Сұрақ. Кірістірілген оператор құрылымы.
Я, оқушылар. Үшінші нұсқа дұрыс. Үй тапсырмасына назар аударайық. 124-ші беттегі үшінші тапсырма. П саны берілген, П саны 0-ден үлкен болса, онда санның кубын табу керек. Егер П саны 0-ден кем болса, онда оған К-ны қосу керек. Егер П саны 0-ге тең болса, онда саннан Z-ті азайту керек. Деректерді енгізу реті П, К, Z. Мысалы, П-ның орнына -8, К-ның орнына 15-ті, Z-дің орнына -6-ны енгізсек, нәтижесінде 7 шығады. Себебі П дегеннің мәніндегі -8, ол 0-ден кем. Сондықтан П-ға К-ны қосамыз, К-ның мәнін. Сол кезде -8 қосу 15 бізге 7 мәнін береді. Бүгінгі сабақ бойынша кері байланысты бейне сабақтың төменгі бөлігіндегі комментарийге жазып өтіңіздер.